Жүзбен жүздескен Жамбыл Жабаев 1846 жылы 28 ақпанда Жамбыл облысындағы Жамбыл тауының етегінде дүниеге келген. Ұлы жүздің шапырашты тайпасының Екей руынан шыққан. Арғы аталары дәулетті болғанымен, Жамбылдың әкесі Жапа шаруа кісі болған. Кей тарихи деректе жыр алыбының әкесі туралы шоқпыт шапанды кедей болған деген сипаттама кездеседі. Отбасылық тарих бойынша Жамбылдың анасы Ұлдан, Жамбылдың атасы Ыстыбайдың ауылы шапқыншылардан қашып жүрген кезде босанған. Яғни, ұлт мақтанышы Жамбыл тауының маңында, қазіргі Отар станциясының солтүстік шығысында, Шу өзенінің жоғарғы жағында дүниеге келген. Сөйтіп, баланы таудың құрметіне орай Жамбыл деп атаған. Жамбылдың ақындық дарыны жас кезінен ақ таныла бастаған. Бозбала шағынан ортасын ән мен жырға кенелтіп, көршілес қырғыз еліне де даңқы жайылған. Сол кезде көпшіліктің аузынан түспей жүрген Жамбыл Жетісудың дүлдүл ақыны Сүйінбайға жолығып, оның батасын алған. Жыр алыбы Жамбыл туралы бірнеше сіз білмейтін қызықты фактілермен бөлсе отырайық. Жамбыл 10 жасынан бастап қолына домбыра алып, өлең шығара бастаған. Ақынның соғыс жылдары отан қорғау тақырыбына арнап шығарған жырларының жалпы көлемі 3000 жолдан асады. Жамбыл ата хат танымағандықтан оның әдеби хатшылары болған. Әбділда Тәжібаев, Қапан Сатыбалдин, Қалмұқан Әбдіқадыров, Ғали Орманов, Тайыр Жароков, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұхановтар кезекпен келіп бірге жұмыс істеген. 1913 жылы Романовтар әулеті 300 жылдық мерейтойын атап өтеді. Бұл тойға Жетісу ақын жыршыларын Жамбыл атамыз бастап барады. Сол кезде Жамбыл атамыз 67 жасында тұңғыш рет фотосуретке түседі. Грузияға Шота Руставелидің «Жолбарыс терісін жамылған батыр» атты поэмасының 750 жылдығына барғанда, Шота Руставелидің отбасында кішкентай сәби дүниеге келген екен. Соның есімін Жамбыл деп атапты. Қызырлы қызыл жолбарыс аңыз емес, шындық. Ақынның айтуы бойынша бұл жолбарыс оның өзіне ғана көрінеді екен. Аттың үстінде кетіп бара жатқанда иттің бейнесінде, көлікте кетіп бара жатқанда аспандағы бұлттар бейнесінде көрінетін болған. Жамбылдың жанына жолбарыс келіп жантайғанда, оған шабыт келіп, домбырасын қолына алып, гүлдетіп өлең шығара бастаған және шығарған өлеңдерін ұмытпай есінде сақтап отырған екен. Әлемнің жоғарғы заң шығарушы органдарының депутаттарының арасында жасы ең үлкені болыпты. Мұндай жағдай әлемнің ешбір елінде болмаған. Яғни, ол 92 жасында ең жоғарғы заң шығарушы орган Қазақ КСР жоғары кеңесінің депутаты болған. 1938 жылы депутат болып сайланған кезде депутаттық сессиялық мандатын өлең жолдарымен ашып тарихта қалған. Жамбыл 3 рет кезекпен үйленген. Бірінші бәйбішесі Момын апа қайтыс болғаннан кейін Талқайрат апаға үйленіп, ол дүниеден озғаннан соң Қанымжан апаны алған. Осы 3 ападан 10 баласы болған. 2 қыз, 8 ұл. 2 ұлы майданда қайтыс болған. Қазір осы балаларынан 100-ден астам ұрпағы бар. Есте сақтау қабілеті өте тамаша болған деседі. 92 жасына дейін оның бірде-бір өлеңдері қағаз бетінде сақталмаған екен. Тек 92 жасында ғана оған хатшылар тағайындалып, қазіргі уақытта 3000-ға жуық өлеңдері қағаз бетіне түскен. Шығармалары 44 тілге аударылып, дүние жүзіне тараған. Ақын қайтар қайтқанынша 5 уақыт намазын қалт жібермеген. Ақын Жамбылдың 2 рет туғаны да, түрлі заманда жасағаны да, өмірінің ең соңғы жылында бүкіл дүние таныған атақ алуы да феномен. Себебін осы күнге дейін ғылым таба алмай қойған деседі. Халықтық жырдың негізінде немесе жыраулар поэзиясының үлгісінде бүгінгі мен өткенді сабақтастыра жырлайтын ақындар сол кезде жоқтың қасы болатын. Жамбыл сол үрдісті қалыптастыра білді. Халық әдебиетін өзінен бұрынғы ақындар шығармаларын, ауызша тараған жырдастандарды жатқа білген. Мұхтар Әуезовтың айтуы бойынша миллион жол өлеңді мүдірместен жатқа айтатын болған. Жамбыл Жабайұлы 1945 жылы 22 маусымда сағат 7:55-те қайтыс болды. Өзінің өтініші бойынша үйінің артындағы алма бағында жерленген. Жамбыл атаның дүниеден озған уақытында тоқтап қалған сағаты музейде ілініп тұр.